Құрметті халайық, естіп жатқан шығарсыздар, иә? Ресейдің ақпарат құралдары Қазақстан мен Әзірбайжанды ОДКБ-ға қарсы ұйымдар мен әскери жаттығу ұйымдастырып жатыр деп ашық айыптай бастады. Яғни осы кезге дейін Қазақстан билігі мен Өзбекстан мемлекетінің арасында әскери оқу жаттығу өткізуге байланысты құжатқа қол қойылды. Біздің қорғаныс министрі Дәурен Қосанов деген адам, қорғаныс министрі, Өзбекстанмен осынау келісімге келді. Енді Қазақстан мен Өзбекстанның арасында әскери ынтымақтастық орнады. Яғни екі мемлекет, орталық Азиядағы екі мықты мемлекет әскери жаттығу өткізетін болды. Шексіз бауырластық деп аталатын Әзірбайжандағы Бакуде өтіп жатқан Қазақстан мен Әзірбайжан ғана емес, мұсылман әлеміндегі Өзбекстан, Түркия, Катардың арнайы бөлімшелері әскери жаттығу өткізуі Ресейдің пропагандистерін шошытып жатыр. Олардың не жазып жатқан қараңыздар. Алдымен ақпараттарын оқып берейін, содан кейін тақырыпты тарқатып айтатын боламыз. Царьград ақпарат агенттігінің Андрей Ревницев деген өкілі былай деп жазды. Біріншіден, мұндай жаттығулар тұрақты түрде өткізіліп, құрлықтағы, теңіздегі және әуедегі барлық қарулы күштерді қамтиды. Екіншіден, республикалар арасындағы әскери ынтымақтастық Ресейден айқын алыстап барады. Бұл шиеленістің күшейіп келе жатқанның белгісі. Үшіншіден, бұл жобаларға Түркияның белсенді араласуы қосымша сұрақтар туғызады. Анкара Ұлы Тұран атты Түркі империясын құруға ұмтылып отыр. Оның жоспарында тек Әзірбайжан мен Қазақстан ғана емес, сонымен қатар Сібірдің кең аумақтары да бар деп жазған болатын әлгі Андрей Ревницев деген Царьградтың өкілі. Өздеріңіз білетіндей, осы кезге дейін Тұран одағы туралы ресейлік ақпарат құралдары жиі жазып келген болатын. Түркия, Қазақстан, Өзбекстан сияқты түркі тектес мемлекеттердің әскери ынтымақтастығы күшейе түскен сайын бұлар Тұран одағына жақындап келе жатыр деп жазған болатын, осы кезге дейін. Енді қараңыздар, Царьградтың өкілінің айтып отырған қараңыздар. Енді бұлар тек Тұран одағы ғана емес, өзінің бүгінгі күндері Ресей Федерациясының қол астындағы Сібірдің өзінен қауіптеніп отыр. Көріп отырсыздар ма? Тек қана Қазақстан, Өзбекстан сияқты мемлекеттер ғана емес, Сібірдегі де қауіп төніп келе жатқанын ашық жаза бастады. Әрине бұл менің жеке сөзім емес, көріп отырсыздар, ресейлік ақпарат құралдары енді Өзбекстан, Қазақстанның әскери оқу жаттығуларынан, сонымен қатар Әзірбайжанда өтіп жатқан шексіз бауырластықтан қатты қауіптеніп отыр. Өйткені бұнда Түркияның, Әзірбайжанның және мұсылман әлеміндегі Катардың, Өзбекстан, Қазақстанның мүдделері бар. Ал енді өздеріңіз ойлай беріңіздер. Өйткені осы кезге дейін Әзірбайжан мен Ресейдің арасында шиеленістің өте қатты ушығып кеткенін көрдіңіздер. Тіпті Әзірбайжанда орыстың салт дәстүрін, мәдениетін, тілін әлемге уағыздайтын Россодружествоға тыйым салына бастаған еді. Оларды тіпті ресми тіркеуге көмек те бермеген еді. Одан кейін не болды? Ресей мен Әзірбайжанның арасында шиеленіс басталып кетті. Ол одан сайын ушыға түсті. Ал бүгін күндері Қазақстанның және Өзбекстанның, Түркияның, Әзірбайжанның, Катардың әскери ынтымақтастығы одан сайын күшейе түсті. Мысалы, Өзбекстан мен Қазақстанның арасында енді бауырластық, ынтымақтастық одан сайын күшейе бастаған соншалық. Қараңыздаршы, қазіргі кезде энергияның маңыздылығын. Қазір энергиясыз мемлекеттердің дамуы қиын. Энергетикалық тәуелсіздік деген термин бар, Ал Өзбекстан орталық Азия мемлекеттерінің арасында энергетикалық өте қуатты мемлекеттердің бірі. Міне осы Өзбекстан өзінің энергетикасын Қазақстанмен бөлісуге дайын екенін көрсетті. Тіпті өзінің осы Қазақстанмен энергетикасын бөліскен кезде Өзбекстанның өзі энергетикалық әлсіреп қалады деп жазып. Бірақ осыған қарамастан ресми Ташкент Астанамен жылы байланыс. Бұрындары мысалы бәсекелестік болатын болса, бүгінгі күндері бұл, яғни әділ бәсекелестік болатын. Бүгінгідері бұл тиімді серіктестік, ынтымақтастыққа қарай жақындап келе жатқанын көрсетіп отыр. Өзі жарықсыз қала тұра, яғни жарықсыз қалу қаупі төне тұра Өзбекстан Қазақстанмен энергетикалық байланыстың одан әрі күшейтті. Қазақстанмен бөлісуге дайын екенін айтты. Бұның өзі Өзбекстан мен Қазақстанның арасында енді бұрынғыдай бәсекелестік емес,
ынтымақтастықтың күшейе бастағанын көрсетіп отыр. Ынтымақтастығымыз берік болсын, мықты болсын, одан сайын күшейе берсін. Себебі күш әрқашан бірлікте. Бірлік ажыраған кезде көрінгеннің жеміне айналамыз. Жалтақтаған елдің ауылын жау түгілі жолаушы тонайды деген сөз бар. Сондықтан бізге қазір бірлік керек. Осыны бірліктен ажырамауымыз керек барынша.